Көрдіңсің бе, бәрі керемет болды. Ол нағыз супер жұлдыз болды. Биікке өте биікке ұшты да кемпір қосақ жасады. Содан кейін жерге қонды. Брум, брум, брум. Содан кейін айналып зу етіп ұшты. Зу. Рейнбоу Дэш! Пинки Пай, тағы бастамашы. Рейнбоу Дэш! Қазір емес, Пинки Пай. Бірақ Рейнбоу Дэш! Мен маңызды іске ұшып барам. Рейнбоу Дэш! Қазір емес дедім ғой. Саған жартастан абайлап өткегім келді. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық бәріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Өзімшіл Грифон. 5-ші бөлім. Сәлем! Дэшті іздеп жүр едім. Көрдіңдер ме? Дэшті көрдің бе? Жарайды. Рахмет. Твайлайт, Дэшті көрдің бе, а? Ол ана жақта емес пе? Рейнбоу Дэш! Ұсталып қала жаздадым. Сәлем! Тағы да сәлем! Саған бір өтінішім бар еді. Жарайды. Саған уәде берем. Өте көңілді болады. Жарайды. Енді оңға. Жоқ, аздап солға. Ой, тоқта, тағы оңға. Енді аздап солға. Оңға жылжыта бер. Тоқта. Аздап оңға жылжытасың ба? Ал енді бірнеше сантиметр солға. Жақсы. Енді 1 сантиметр. Пинки Пай! Болды. Керемет болды. Енді менен белгі күт. Ой, Рейнбоу Дэш, біз Спайкты қылғатқанша қорқыттық. Жарайсың, Пинки Пай, сен қашанда жылдамсың. Қап, жарақаттанып қалмадың ба? Жоқ, қайдағыны айтпа. Айдаһарларға еш нәрсе болмайды. Жарайды, онда. Ықылығым енді басылатын шығар. Осыдан күлкілі нәрсе көрдің бе? Менің де өз ойлағаным бар. Сені мұндай әзілкеш деп ойламаппын, Пинки Пай. Айтасың ба? Маған әзілдеген ұнайды. Ол көңілді ғой. Пинки Пай жақсы, көңіл көтергенді жақсы көреді. Білесің бе, Пинки Пай, мен ойлағандай көңілсіз емес екенсің. Көңіл көтергің келе ме? Мен әрине білмеймін. Бірақ керемет. Болды, ақылықтамашы. Ол үйінде ме екен? Білмеймін, бірақ керемет болары анық. Әне ол.
Мұнысы нес? Онда әзілдесетін біреу бар ма? Флаттершай. Не? Жоқ, онымен әзілдесуге болмайды, ол өте сезімтал. Жай ғана әзілдейміз деп ренжітіп алуымыз мүмкін. Я, дұрыс айтасың. Олай болса, бізге мықтырақ біреу керек. Ол кім болар екен? Оу! Тоқта, мен бір нәрсе ойлап таптым. Ең мықтысы... Кім ол? Әне ол! Екеуің ұқсайды екенсің. Жарайсың, Пинки Пай. Қуана бер, Рейнбоу Дэш. Бүгін екеуміз керемет көңіл көтереміз. Қайырлы таң, Пинки. Бұл менің досым Пинки Пай. Hey, сәлем. Пинки, бұл менің досым Грифон Джилда. Грифон деген кім? Шартлай бүркіт, шартлай арыстан. Иә, дәл солай. Джилда мен жазғы мектепте оқыған кезде достасқам. Ей, әлгі ән есіңде ме? Ендеше, күнде айтқызушы еді ғой. Оның сөзін ешқашан ұмытпайтын шығармын. Сонымен... Айтып көрейін. Ұшқыштар бәрінен жылдам, мақтаныш болып тұрған, бойына өнер тұнған, ұшқыштар бәрінен жылдам. Бұл деген керемет болды. Мен бір қызықты әзіл таптым. Джилда, бізбен барасың ба? Мен әзілдесуден ешқашан бас тартпаймын. Бірақ Дэш, сен бүгін бірге ұшамыз деп уәде беріп едің ғой. Я, бірақ әрине, Пинки Пай, қарсы емес шығарсың, я? Джилда жаңа ғана келді ғой, кейін жолығармыз. Әрине, еш нәрсе етпейік, көңіл көтеріңдер. Мен сендерге... Кейінірек қосылам. Бұл дегенің керемет болды ғой, дәл бұрынғыдай. Я, тек жылдамырақ ұштық. Ал енді не істейміз? Сәлем! Уақыт өтті. Мен келдім. Пинки Пай, өзің пысық екенсің. Дэш, екеуміз ана бұлтқа дейін ұшып бара аламыз ба? Рас айтасың ба? Жарайсың. 1, 2, 3. Алға! Мен жеңдім. Жоқ, мен жеңдім. Мүмкін емес. Мүмкін. Дауласпа. Мен келдім деймін. Ешқашан Жоға, жеңген мен емессің. келдім. Дауласпа. Достар, сендер тең келдіңдер, бірақ Рейнбоу Дэш сәл ғана жылдамырақ болды. Бір тамшы ғана. Жеңілгеніңді мойында. Көрдің бе? Пинкидің осында келіп шындықты айтқаны жақсы болды. Жарайды, Дэш. Соңғы жарыс. Тағы бір бұлтқа барайық. Алға! Тым биікке ұшсаң, басың айналуы мүмкін. Достар, мен сіз ұшып кете жазапсыңдар ғой, Рейнбоу Дэш, сенің маған көрсетер жаңа әдістерің бар ма? Әлде әлі бұрынғыдай ұшып жүрсің бе? Жаңа әдіс? Тыныға тұр, Джилда. Қазір көрсетемін. Ей, Пинки, мұнда кел. Я? Керек емес жерге тұмсығыңды сұқпау керегін білмеймісің? Мен тұрғанда Дэштің сен сияқты понимен араласқаны дұрыс емес. Сен бізге кедергі келтіріп жатырсың. Түсіндің бе? Кет ары! Мынаны қарашы. Ей, біздің ұшқыш Пинки Пай қайда кеткен?
Pinkie Pie ketip kaldı. Жұмысым көп деді ме? Pinkie Pie, Дэштің досы сен айтқандай ашушаң ба? Я! Дэшті маған шулатар емес, маған кет деді. Ондай ашуланшақ Грифонды бұрын-соңды көрмеппін. Жалпы мен Грифонды көрген емеспін. Көрсем де, Джилда сияқты деп ойламаппын. Менің не ойлағанымды білесің бе, Pinkie Pie? Сен досыңды қызғанып жүрсің. Қызғаныштан жап-жасыл болып кетеді, ал сен қызарып кеттің. Әрине сен қызғанып жүрсің. Тыңдашы, Пинки, сені ренжіткім келмейді. Дэштің тағы бір досы бар шығар, бірақ Джилданы ашушаң деуге болмайды. Меніңше арадағы қарым-қатынасты дұрыстауың керек. Дұрыстау керек, бірақ мен бәрінен Джилда. Бұл шын сөзің бе? Мүмкін Твайлайт дұрыс айтқан шығар. Джилда мен ойлағандай жаман емес шығар. Кім білсін, бәлкім мен қызғаншақ шығармын. Керемет болды. Енді ауа райын реттеуім керек. Тез келем. Сен қалада қыдыра тұр. Мен біраздан кейін келем. Сен келгенше бір нәрсемен айналса тұрайын. Көріскенше. Жылан, қашыңдар. Мынау бұзылған қызанақ қой. Байқұс Смит-әжей, ол мұның әзіл екенін білмей қалды. Олай етуге болмайды. Жоқ, мен қателескен жоқпын. Мүмкін бұл әзіл шығара? Шок, мен қателеспеппін. Ол ашушаң әрі ұры екен. Қап бәлем. Жоқ, ол оны қайтарып береді, я? Жай әзіл шығар. Балапандар, бұлай жүріңдер. Қане, үйрек ана, сіз енді боссыз. Хей! Кешіріңіз, Бұл жолмен мен келе жатырмын. Кешіріңіз, мен тек... Кешіріңіз. Мүмкін көзіңді ашып тұяғыңа қарап жүрерсің. Мен тек... Мына понидің бәрі маған кедергі келтіреді. Жетер, жалықтым. Ол ашушаң, ұры, тәртіпсіз. Мен көрген ең жаман Грифон. Флаттершайға ешкімнің дөрекілік танытуына болмайды. Ешкімнің. Pinkie Pie, іске кірісетін уақыт келді. Мен оны сабасынан түсірем. Қош келдіңдер. Джилда деген кім, ол жайлы естімеппін. Ол Рейнбоу Дэштің досы екен. Үлкен Грифон. Ол, кейін айтайыншы, Твайлайт. Қош келдіңдер. Pinkie Pie, Джилдаға арналған кеш туралы айтсам, бұл ойың дұрыс деп ойлайсың ба? Яғни... Ойымдамашы, әдемі басымен ашушаң Джилданы ойлай берме. Pinkie Pie тәтең бәрін өзі реттейді. Мен сенен бір жас үлкенмін ғой. Джилда, сенің өз кешімен шақыруды үлкен мәртебе санаймын. Біздің көңілді понилердің ортасында өзіңді жақсы сезінесің деп ойлаймын. Pinkie Pie, тұяқ ойынын жақсы ойнайсың ғой. Керемет. Иә, жақсы болды ғой, Pinkie Pie. Жүр, Джилда, сені достарымен таныстырайын. Бара жатырмын. Сенің не ойлағаныңды білем. Тамаша. Жоспарыңды да білем. Тіпті керемет. Мұнда тек тосын сыйлар болады деп ойлаймын. Бәрібір сенен көз жазбаймын. Менде сенен көз жазбаймын. Бер қараңдар, сендерді Джилдамен таныстырғым келеді. Ол Дэштің досы, Ванильяға қош келдің. Қош келдің. Сені көргенімізге қош келдің. Өз үйің білсесін. Ванильді конфет, дәмін көрейінші. Джилда, пунш! Сен білмеуші ме едің? Біз кәмпитке ащы бұрыш қосамыз. Керемет, тамаша!
Иә, керемет екен. Джилда, қарашы, сыйлықтар. Серіппелер. Былтыр маған да біреу осылай әзілдеген. Оның кім екенін білетін сияқтымын. Рас па? Әдемі, иә? Керемет. Ұнайтын шығар. Иә, Торт та келді. Ал тортты мен үрлесем қайтеді? Спайк торты Джилда үрлейді. Ол бүгін біздің қонағымыз ғой. Иә. Бұл балауыздар өшпейді ғой. Маған бұл әзіл ұнайды. Қызық, бұны кім ойлап тапты екен? Иә, маған да сол қызық. Бәрібір емес. Торт дегенің керемет. Спайк, Не болды? Дәмін көрші тәтті. Әй, Джилда, айтшы, балауызға бола ренжімеген шығарсың? О, не дегенің дәш? Маған әзілдескен ұнайды демеп педім. Жүр онда, торт жейік. Ей, сені қырағы көзімнен таса қылмай. Солай ма? Мені грифон сияқты аңдысаңшы. әй, пони құйрығы ойынын ойнағалы жатырмыз. Бізбен жүріңдер. Бұл менің сүйікті ойыным ғой. Мен бастайшы, маған күлгін құйрық керек. Мұндағы құрметті қонақ мен ғой. Сондықтан күлгін құйрық менікі. Иә, дұрыс айтасың. Қане көзін байлайық. Ей, не істеп жатсың? Сені шыр айналдырамыз, содан кейін сен понидің құйрығын орнына жабыстыруың керек. Қане тік жүрде құйрықты жалға. Ал енді тік жүрде құйрықты жалға. Иә, бұл тағы бір әзілің ғой, ә? Солай ма? Мен мына жаққа барам. Тоқта, сурет мына жақта. Джилда, сен құйрықты дұрыс жалғамадың. Сенің ойыңша осылай көңіл көтеру керек пе? Дәл сендер сияқты ақмақ жаратылысты ешқашан көрмеппін. Пинки Пай, сен ақмақтар ханшайымысың. Әзілдеріңде ақылға сыймайды. Осындай ақмақтыққа бола ашуланады деп ойладың ба? Білесің бе, Дэш, мен мыналардан әлдеқайда кереметпін. Мына түкке тұрғысыз понилерден аулақ кетейік. Кеттік, Дэш. Кетеміз дедім ғой саған. Рейнбоу Дэш. Білесің бе, Джилда? Бұл әзілдің бәрін мен ұйымдастырдым. Не? Демек, ақмақтар ханшайымы мен болдым ғой. Қойш, Дэш, бұл әзілің шығар. Бұл әзілдер саған арналмаған еді. Бірақ бәріне өзің тап болдың. Не дейді? Мұны неге білмегенмін? Бұл Дэштің әзілдері ғой. Мүмкін емес, бұл Пинки Пайдың әзілдері. Мені ақмақ қылып көрсету үшін ойлап тапқан. Мен бе? Мұны мен істеді деп ойлайсың ба? Бұл кеш сенің көңіліңді көтеретін шығар деп ойласам? Өзіңді өзің ақмақ етіп көрсеттің, ұқтың ба? Ескі досым жаңа достарымды дәл осылай ренжітеді деп ойламаппын. Егер саған мәртебең артық болса, онда өзіңе жақсы дос тауып ал, тек басқа жақтан. Солай де, сен ақмақ екенсің. Бұрын керемет едің. Қазір сен ондай емессің. Бұрынғыдай болғың келсе, айтарсың. Мен кеттім. Ешқашан. Мәссіғын, кешті жалғастырамыз ба? Қалай болған? Кім ойлаған? Қызық екен. Джилданы мұнда ертіп келгенім үшін кешіріңдер. Оны мұндай дөрек екенін білмеппін. Пинки Пай, керемет кештің шырқын бұзғанына қатты өкініп тұрмын. Ей, егер салмақты болғың келсе, онымен бірге баруыңа болады. Жоқ, сендермен көңіл көтергім келеді. Ренжімейсіңдер ме? Ренжімейміз. Пинки Пай, сені қызғаншақ дегенім үшін кешір. Бұл жол мен қателескен сияқтымын. Ештеңе етпейді, Твайлайт. Сенің өзің кей-кейде қателесуің мүмкін. Қане? Кеттік! Алақай, мереке жалғасады! Қымбатты Селесия ханшайым. Бүгін бір маңызды нәрсені ұқтым. Бір қызығы, кейбір понилер көңілсіз ортада көңіл көтергенді ұнатады екен. Көңіл күйің қандай болса да, достармен қарым-қатынасты үзбеу керек екен. Сол кезде кімнің нағыз дос екені анықталады. Сіздің адал шәкіртіңіз Twilight Sparkle. Қымбатты Twilight, адал шәкіртім. Мынау басқа сия ғой.
Бесінші